Assalamualaikum dostlar, қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы. Қаздарым міне босап жүр. Бүгін атырау көлеңкелі. Қатты ыстық емес, жақсы. Арқа суын төгіп тазартып істедім. Қайтадан түсіп тастағанбыз. Огородты суарып сал. Арам шөптер өсіп кеткен. Ана жерлерді түптеп, арам шөптерін алып суарып не істедік. Кейбіреуін алынған жоқ. Міне осылай өседі. Ауыз суарылып болды. Қазір тауықтарымды көрсетіп жіберейін. Міне достар. 30 минут бұрын босатып жіберген болатынмын. Қалада жүр. Сіздердің тауықтарыңыз осылай қолға үйретілген бе, айтып кетіңіздер. Жемдерін салып тастадым. Жүр енді осылай. Суларыны таптады. Тауықтарым осы жерге туып кете беретін болған, мен осы жерге 2 жұмыртқа алдым. Міне қаздар осы жерге туады. Таң түскі 11 сағат. Міне жемдер тұр. Тойда енді кешке дейін жүреді. Ешкілерін көрсетіп жіберейін. Ешкілер міне шөптері салынып тұр. Мен кәкіртеп қойып едім ғой. Міне лағы бәрі жүр. Уже лағыма бір айдай болып қалды. Осым достар, осы кімден не жаңалық айтып кетіңіздер. Мен бұйырса, Құдай қаласа неге Ақтөбеге барамыз. Білмеймін қашан екен нақты. Барған кезде сол жерде бір балалардың несі бар, ешкілері бар. Занен, 20 шақты бар. Солар неге жаяды сайға, шөпке. Соларды сіздерге ертең Ақтөбеге бұйырса барғанда түсіретін боламын. Өте қызықты болады. Пародисте мықты ешкілер. Ақтөбеде жас балалар сол асырайтын. 11-12 дегі. Ертең Ақтөбеге барғанда солардың бәрін түсіретін боламын. Тауықтар да бар. Ешкілер де бар. Өзінде пока осы тыныш. Масалар бар, кішкене атырауда. Сағат жүргізбейді, огородта жүрсең. Шөптің арасына бітханалар толып жүреді. Ағаштың арасында. Сол общем айтайын деген, Ақтөбеге барған соң сіздерге қызықты етіп влог па сондай түсіретін болам. Күтіңіздер. Ойбай. Сүтті пародалар болады. Бәрі занен сияқты сол.
Быйыл 2021-жылы барганда жүрдім қастарында. Көрдім. Шыбыс занин ба соларды пародист әйтеуір 70 мыңнан ба сатқан дейді. Ал не ешкілерін 200 мыңнан 150 мыңнан сатады екен. Olsun dostlar, olsan da kanalға тіркеп лайк басып қолдап кетсеңіздер. Қош, сау болыңыздар.